Ал видеомызды бастамай тұрып, бір каналды ұсынбақшымын. Ол қандай канал? Ол Ток каналы. Бұл каналда не таба аласыздар? Интролар, ойындарға обзорлар. Қазірше 330 тіркелуші. Оны жоғары көтеруге көмектеріңізді көрсетіңіздер. Қазірше бір видеосын ұсынсам деймін. Қабыл алыңыздар. Дауыс естідім. Бұл не? Естідіңіздер ма? Естідіңіздер ма? Бісміллә! Бісміллә! Моға кетті! Осымен жеткілікті. Ал сіздерден керегі подписаться кнопкасын басып колокольчикті іске қосу. Солайша сіздер каналда шығып жатқан видеоларды бірінші болып көре аласыздар. Сілтемесін анықтамаға қалдырам. Ал сіздермен болған 99 каналы сау болыңыздар. Тоқта. Ал қорқынышты оқиға қайда? Видео тым қысқа болып қалды ғой. Бұлай болмайды. Видео салу керек. Ал ендеше кезекті қорқынышты оқиғаны қабыл алыңыз. Сағат таңғы 5:35 кеткен. Мен ұйқымнан оянып қойған. Жай ғана төсегімде жатырмын. Ата-аналарым да қасымда. Маған қарап отыр. Мен болсам жай ғана көздерімді қозғалта аламын. Қанның иісі қатты шығып тұрды. Қазір аққан қанға тым қатты ұқсайды. Құрып кеткір, қорқынышты. Неткен қорқынышты, Құдайым-ау. Бұл жерде түсініксіз біреу бар. Оған оянғанымды білдірсем, өміріме қауіпті болады. Жай ғана өлемін. Өлемін. Және көмекке ешкімді келмейді. Мен қазір өзімді қалай құтқаруға болатынын ойланып жаттым. Жалғыз амал ол қашу. Бар шамамен далаға қашу. Айқайлап көмекке шақыру. Біреу мені естіп көмекке келер деген үмітпен. Көршім болса да бәрібір, мүмкіншілігім аз, бірақ мұнда қалсам өліп кетуім анық. Әлгі құбыжық менің тұрғанымды күтіп отыр. Тұрып оның өнерін көргенімді. Бірақ бұл оқиғаны басынан бастау не болғанын айтып берейін. 3 сағат бұрын бір айқайдан оянып тұрдым. Үй ішінен шықты. Барып не болғанын біліп қайтайын дедім. Мен енді түсіндім. Ол мені осы кезде қалаған уақытында өлтіре салатын еді. Бірақ олай істемеді. Кіре берістегі алаша толығымен қан болып тұрды. Мен қайтадан өз бөлмеме жүгірдім де, көрпеме бүркеніп, қайтадан ұйықтап қалғым келді. Бұның бәрі жай ғана түс. Жай ғана қорқынышты түс деп өзімді алдауға тырыстым. Біраз уақыт өте бөлмемнің есігі ашылғанын естідім. Көрпе астынан кім екенін көргім келді. Өзімді қатты қорқып қалған 5 жасар бала құсап сезініп кеттім. Біреу менің ата-аналарымның денесін бөлмеме сүйреп кіргізіп атқанын көрдім. Бірақ адамға ұқсамайды. Адам емес. Жалаңаш, көзсіз, тағы басы тықыр. Жүрісі үңгір адамдікіндей болды. Бірақ осы құбыжық кез келген үңгір адамынан ақылды болды. Әкемді төсегімнің алдына отырғызып, басын маған қарай бұрып қойды. Ал анамды үстелге отырғызды. Әкем құсап басын маған қаратып. Содан ол алақанымен қабырғаға шеңбер ішіне пентаграмма секілді бірдеңе сызып жатты. Соңына қанмен бірдеңе жазды. Бөлме іші қараңғы болатын, сондықтан не жазғанын оқи алмадым. Ал қазір ол құбыжық аяқ жағымда күтіп отыр. Маған қорқынышты. Уақыт өте көздерім қараңғылыққа үйреніп қалды. Енді не жазылған оқи аламын. Бірақ оқығым келмейді. Себебі онда не жазылған ойланудың өзі қорқынышты. Бірақ мен оны
оқуым керектігін сезіп жаттым. Соңғы демімнің алдында көруім керек. Және мен ақыры не жазылғанын оқыдым. Мен білем, сен ояндың.